Қайырлы күн достар, есім Бекзат Мұстафин. Бүгін мен сіздерге YouTube каналдағы видеоның обложкасын қалай ауыстыру керек екенін көрсететін болам. Және де оны қалай істейтін және қай программамен істегені дұрыс екенін көретін боласыздар. Сіздер әлі YouTube канал ашып үлгермесеңіз, және де қалай видеоны YouTubeға салу керегін мен төменгі жақта ссылкасын қалдыра кетем. Сол жерден көре аласыздар. Және де осы менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар және міндетті түрде өз ойыңызды төмен жағына комментарияға жаза кетіңіздер. Пікірлеріңізді жазып кете отырыңыздар. Олай болса, кеттік достар. Міне достар, қазір Snapchat деген программаға кіреміз. Snapchat кірдік. Одан кейін открыть деген кнопканы басамыз достар. Басқаннан кейін өзіңізге керекті обложканы аламыз. Біз мына обложканы алайық. Қызыл фонда. Одан кейін инструментте басамыз. Баланс белгі сөйтіп тұр. Одан кейін 5-ші кадрирование деген бар. Міне кадрированияны басамыз 5-шіні. Оны басқаннан кейін сіздерге как оригинал квадрат деп шығады. 3-2, 4-3. Оны 16-9-ға қоямыз. 16-9-ға қойған себебіміз YouTube каналға осыдан басқасын қойсаңыз, сізге жазуларыңыз или суреттеріңіз дұрыс көрінбей қалады. Міндетті түрде 16-9-ға қойыңыздар. Одан кейін экспортты басамыз, сохранить дейміз. Бұл галереяға сохранить етілді. Енді PixArt деген программаға кіреміз. Міне PixArt деген программаға кірдік. Одан кейін пропустить басып жіберейік. Төмен жағыңызда плюс деген батырма тұр, соны басайық. Оны басқаннан кейін өзіңіз қалаған бағына 16-9 деген фонды аламыз. 16-9. Соны алғаннан кейін төмен жағында Т деген бар, вноска деген. Вноскаға өзіңіздің қалаған жазуларыңызды не жазғыңыз келеді, сонда жазсаңыз болады. Одан кейін добавить фото деген бар. Оған өзіңіздің фотоны үстіне қойса болады бұл жерге. Тағы да бір фото. Көріп тұрсыздар ғой, телефон. Міне, мысалы мынандай фон қойып, бұны прозрачный қылса болады, жартылай ғана көреді. Ал бұл біз қазірге керек емес. Бұны сосын біз стикер қойсақ болады мына жерге. Стикер қойайық, маған стикер керек. YouTube деп жазамыз. YouTube деп жазғаннан кейін міне өзі шығады. YouTube-тың стикерлері. Бұны аламыз да YouTube-тың стикерін қоямыз осылай. Міне қойдым мен. Енді екінші тағы бір стикер қойайын. Өзімізге керек YouTube каналға кіреміз. Маған мына стикер керек. YouTube каналдың кубиктер. Өзіңізге қалаған размерді қолмен кішірейт үлкейте аласыз. Кішірейт үлкейткеннен кейін птичка деген үстіне стрелка қоямыз. Міне алдық стикерлерді өзімізге керекті. Енді бұдан шығып міне сохранить деп істеп алайық бірінші. Мына жақта реклама шығып кетті. Қазір сохранить дейміз міне. Галереяға сохранить етілді достар. Одан кейін шығып біз иншотпен істейміз. Иншотпен істеген текст жазған өте жақсы көрінеді. Иншотпен жазыңыздар міне. Мен иншотпен жазайын. Міне қазір бағана фотоны алып, бағана фото 16-9 алып міне бұл жаққа текст деп келеміз. Текст деп келгеннен кейін осы жаққа өзіңіз бағана қалаған текстті жазамыз. Қазір біз мені таңдап алдық. Жазып қойдық мұны. Өзіңіз осылай жазып аласыздар. Телефонмен YouTube каналға обложка жасайтын боламын деп жаздым мұны. Бұны алып барып сохранить етейін. Сохранить етілді. Мұны сохранить еттім. Сохранить еткеннен кейін бұны мына жаққа шығып, енді Творческий студия деген бар. Творческий студияға кіреміз. YouTube каналға кіреміз бірінші. YouTubeға кірсек, мысалға айтайын, YouTubeға кірсек,
Оны жаңа өзіңіздің каналыңызға бассақ, творческий студия бар. Егер сіздерде болмаса, осындай творческий студия деген тартып алыңыздар. Өзіңіздің аналитика, сояқта бәрін көретін боласыздар. Осы творческий студияға кіргеннен кейін астында өзіңіздің фотоларыңызды, мысалы менде фото бар, өзіңіздің ютубта видеоларыңыздың обложкасын, ютуб канал ашу дегенде осының обложкасын ауыстырайық. Осы ауыстыраз кезде карандашын сурет тұр жоғар жағында. Карандашын сурет тұр жоғар жағында. Соны бассақ, бізге өзі автомат түрде көрсетеді. YouTube каналы тағы да карандашын сурет тұр, суреттің қасында. Осыны карандашын суретін бассақ, свой значок деп тұр, көрдіңіздер ғой. Осы жерге свой значок бағанағы обложкамызды қоя аламыз. Көрдіңіздер міне. Мына обложка әдемі келді. Телефонмен YouTube каналға обложка жасайтын боламын. Міне. Осыны бастым. Осыны басқаннан кейін выбрать деп басамыз. Выбрать деп басқаннан кейін жоғар жағына выбрать бастық, сохранить дейміз. Сохранить деп басамын. Осымен достар, құтты болсын. Біз обложка жасадық. YouTube телефонмен YouTube каналға обложка қалай жасаймын. YouTube каналға обложкасын қалай ауыстырамын. Осы жерде сіздерге көрсеттім.